Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі сабақта біз осындай кардиганды қалай тоқылу керектігін көрсетемін. Қараңыздар, бұл кардиган 44-46 размерге келеді. Бұның алдыңғы менің каналымда, алдыңғы сабақтарымда да дәл осындай узормен кардиган тоқылған болатын. Бұл сабақта мен сіздерге именно осындай кардиганды қалай әртүрлі техникамен тоқуға болатындығын көрсеткім келді. Бұл кардиган негізі қараңыздар, міне мына жерден басталады. Яғни жеркесінен басталады. Сіздерге көрініп тұр ма? Кардиган негізінде міне мына жерден басталады. Бұл кардиганды тоқымас бұрын сіздер ең алдымен үлкендеу размер тоқыларыңыз келсе, сіздер міне кардиганды өлшеген кезде мына регланмен, екі регланмен, яғни кісінің жердегі екі сүйегі дейміз ғой, ключица дейміз ғой, екі сүйегі. Осы сүйектен айландырып, мына сүйекке дейін неше сантиметр екенін өлшеп алуларыңыз керек. Кардиганды бастамас бұрын. Содан кейін, например, менікі 36 сантиметр болды, 36 сантиметрді мен екіге бөлем. Сонда 18 сантиметрден, яғни мен мына регланға дейін 18 сантиметр болу керек, мына регланға дейін. Түсіндіңіздер ма? Бірінші мына планкамыз тоқылады, яғни мына планкамыз, манжет дейміз, планка дейміз. Енді узорды тоже сіздер өздеріңіз білесіздер. Басқа да узор алуларыңызға болады. Мен өзімнің клиентімнің тапсырысы бойынша тоқылды бұл кардиган. Сіздер узорларын басқа да узор тоқыларыңызға болады. Тек қалай тоқылатын общий понятияларыңыз болса болды. Мына жерде қазір 15 петля тұр. Егерде сіз 15 петля емес 30 петля қылып алатын болсаңыз, бастаған кезде, ең басында бастаған кезде 15 петля емес 30 петля қылып алсаңыз, уже бұл шалевый воротник болады. Яғни бұл уже біткен, қайырылған кардиган болып шығады. Егер шалевый воротник қылам десеңіздер, вообще күшті кардиган шығады онда. Тек бастағанда 15 емес 30-35 қылсаңызда, мынандай бүйтіп уже қайырлатын болады. Бүйтіп қайырып тұрады. Ол тіпті әдемі кардиган шығады. Міне қараңыздар, өзімізге керекті жіпті, біраз жіпті бүйтіп алып қаламыз. Қолымызға жібімізді айландырып алайық. Енді бұлай аламыз. Қараңыздар, жібімнің бас жағы мына жақта, мотоғым мына жақта тұр жібі. Енді спицаға жіпті аламыз, зейк. Бірінші спицаға жіпті іліп аламыз. Келесі жіпті бұлай ілеміз. Мына жақ қолдағына бұлай саламыз. Осылай спицамызға жібімізді теріп аламыз. Осылай спицамызға бір жағына 15 петля, бір жағына 15 петля, 30 петляны тізіп алайық. Егер түсініксіз болып жатса, қайта-қайта айландырып қарап алыңыздар. Содан кейін уже жаттығып аласыздар.
Енді қараңыздар, мына жақ спицамызға 15 петля алайық, мына жаққа 15 петля аламыз. 15-15-тен алдық. Енді бірінші қатарымызды жүреміз. Ол үшін біріншісі оң тоқимыз. Бірінші оң тоқып алдық. Екінші теріс. Оң. Теріс. Бірінші қатар болғаннан кейін кішкене қиындау алынады. Оң. Теріс. Оң. Теріс. Последнийімізді теріс алайық. Сонда шеті түзу әдемі шығады. Келесі айландырамыз. Енді қараңыздар, мына жердегі мына жақтағы спицамыз осы лескіде қалай берсін. Біз бірінші мына жағымызды тоқып алайық, осы лескіде тұра берсін. Енді келесі жағын тоқиық. Келесі жағы қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Оң болса, оң тоқимыз. Теріс болып тұрса, теріс тоқимыз. Жағымызды кішкене тартып қойдық. Және қараңыздар. Енді маған, например, 36 сантиметр керек. Яғни мен бұлай қарай 18 сантиметр тоқуым керек. Бұлай қарай 18 сантиметр тоқуым керек. Сонда 36 сантиметр тоқуым керек. Мына тұрған бастамам кардиганның арқасында, яғни желкесінде тұрады. Сонда 36 сантиметр, екі жағынан 18-18-ден тоқуымыз керек. Енді біз бірінші мына жаққа қарай 18 сантиметрімізді тоқып алайық. 18 сантиметрімді тоқып болдым. Енді мына жерден жіпті қиып аламыз. Жіпті қиып аламыз. Енді қараңыздар, мына жақтағы жіпті бұлайынан тартып алайық та. Мына жіпті енді бұлай бастаймыз. Алған жібімізді біріншісін оңып тоқып алайын. Біріншісін оңып тоқып аламын. Екіншісін теріс. Оң, теріс. Оң, теріс. Теріс, соңғысын теріс аламыз. Болды, енді ары қарай. Енді мына жаққа қарай тағыда 18 сантиметр тоқып алыңыздар. Так, қыздар, міне 18 сантиметрімді тоқып болдым бір жағына қарай. Сонда менде общий 36 сантиметрім шықты. Енді бұлай қарасаңыздар, мына жерде мына жақ беті оң бет деп есептейміз. Кардиганның оң беті болады. Міне кішкене әдемі шыққан, аккуратно әдемі тұрған жағы. Мына жағын қарасаңыздар, кішкене теріс петля сияқты болып көрініп тұр. Сол теріс петля жағыңызды өзіңізге қаратасыздар да. Жібім менің мына жақта тұр. Осымен аяқталды.
Мысалы, менің мына жақ кромочныйымды санайын, неше кромочный екен, не біріншісін санамаймыз, ол уже біріншісі тұрғандық, сонда міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ортасына дейін 22 петля шықты. Енді мына жағында сонша петля болу керек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 петлям шықты. Енді біз мына петляларды былай аламыз, қараңыздар. Міне. Или болмаса былай да алуға болады. Бүйтіп бақтырым мына жағын емес, мына жағын шығарайық. Өзімізге оңай болу үшін, Енді мына кромочныйды бүйтіп аламыз. Санап отырамыз, 1, 2, 3, 4, 5. Міне осылай ортаға дейін 22 петля болу керек. Ары қарай мына жақтан мына шетке дейін 22 петля болу керек. Егер сіздерде одан көбірек болса, например, 25 болса, мына жағыңызда 25 петля болу керек. Кромочный саны бірдей болу керек. Міне мен 22 петля мына жағынан 22 петля кромочныйдан 44 петляны дізіп шықтым. Енді біз жібім мен мына жақта. Енді біз жұмысымызды бұлай айландырамыз. Жібім менің мына жерде тұр, Енді қараңыздар. Мен мына сияқтап сызып қойдым. Біз ұғу үшін. Бізде қазір 44 петляны мына жерде дізіп алдық. 22-22-ден. Манжетіміз бізде 15. Мына жерде 15 петлямыз. Ол уже бұлай тұрады. Мына жерде 15 петля. Ол уже бұлай тұрған, Бұлай айланып тұрған петлямыз. 15 петля, мынаның іші. Мына жағы, мына жағы 15 петля. Міне ол 15 петлямыз міне тұр. Біз қазір мына жерде тұрмыз. Енді қараңыздар. Мен 2 петлядан реглан деп қалтырам. Значит, мен мына жерден уже реглан бастауым керек, 2 петля. Реглан бастамас бұрын, әр регланның екі жағынан біз петля алып отырамыз, қосып отырамыз. Значит, міне біріншісін қосып аламыз. Бірінші регланның, міне жерден бастап тұрмыз. Регланның алдында қосып аламыз. Регланның өзін теріс тоқимыз. 2 реглан бізде. Ол регланнан шатаспас үшін 2 регланның ортасын былай белгілеп аламыз. Любой бір маркермен, жіппен, без разницы. Екінші реглан теріс тоқылады. И осы 2 регланның екі жағында бізде накид болу керек. Накидпен үлкейтеміз. Енді міне уже біз қолға келдік. Қолда бізде 9 петля. Біздің енді узор бойынша тоқимыз. Узордың бірінші қатары бір оң, бір теріс. Бір оң, бір теріс. Осылай 9 петля тоқимыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жеңін тоқыдық, қолдарын тоқыдық. Енді уже 2 петля. 2 петляның алдында бір накид. Накид. Регланымызды теріс тоқимыз. 2 регланның ортасына белгілеп алайық. Екінші реглан. Регланның екі жағына накидпен көбейтеміз. Енді уже арқасына келдік. 18 петля.
узорымыз бойынша бір оң бір теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18-ге келдік. Енді уже біз мына жерге келдік. Регланға келдік. Регланның алдында көбейтеміз. 2 реглан. 2 регланнан шатаспас үшін ортасына белгілеп қояйық. Екінші реглан. Екінші регланға накид. Енді 9 петля жеңі. 1 оң, 1 теріс. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 міне келдіге. Бізде енді мына жерде 2 реглан ғана қалды міне. Регланның алдына тағы да міне накид, 2 реглан, теріс белгілеп алайық. Теріс и накид. Енді қараңыздар, мына жерде менде 15 манжет қана қалды. Оның манжет екенін тоже біз белгілеп отыруымыз керек. Әйтпесе шатасамыз. Мынау манжеттің белгісі. Енді манжеттің өзін қалай қарап тұр, солай тоқимыз. 15 манжетті тоқып шығыңыздар. Ол уже бір оң бір теріс. Төрт, 15. 15. Енді мына жақтан біз манжеттің өзін белгілемей қойдық. Біз мына жақтан 15 петлядан кейін қазір былай қарай қайтып тоқығаннан кейін мына жерде 15 петля манжеттен кейін тағы да бір сияқты белгілеп алуымыз керек. Маркермен, жіппен бәрібір. Бірінші 15 петлямызды тоқып аламыз. Манжетімізді узор бойынша қалай қарап тұр, солай. Оң болса оң тоқимыз, теріс болса теріс тоқимыз. Так, мынау міне біздің манжеттің белгілегеніміз. Мынау міне манжеттің, екі жақ манжеттің қосылған петлясы. Оны бірінші оңғып алайық. Так, манжет, реглан, то есть реглан кардиганның теріс жағында оң ғана тоқылады. Оңғып тоқимыз. Мына міне қосылған, іліп алған накидіміз. Оны біз узор бойынша қарайық. Бізде жерде қалай болып тұрмыз, қараңыздар. Так, 1, 2, 3 тесік болып тұр. Уже 3 тесік болып тұр. Значит, біз оны теріс алуымыз керек. Теріс, оң, теріс. Іліп алғанымызды теріс аламыз. Оң, теріс. Оң, теріс. Ары қарай осылай оң теріс болып
келесі регланға дейін тоқылады. Регланның екі жақ шетіндегісі тоже осылай узор бойынша тоқылады. Оң, теріс. Мына міне біз регланға келдік. Реглан оң ғана тоқимыз. Кардиганның теріс жағында ол оң ғана тоқылады. Ары қарай не бізде мына теріс болады, значит мына оң болады. Осылай аяғына дейін тоқып шығыңыздар. Мына жерде ең аяғында последний 15 манжетке келгенде мына жерге тағы да бір белгілеп маркер жіп қоюды ұмытпаңыздар. Міне қараңыздар, ең соңғы петля, ең соңғы манжеттің 15 петлясы қалтырып, мына жерге маркер қойғанды ұмытпаңыздар. Былай қарай 15 петлясы санап аласыздар, маркер қоясыздар и ары қарай бір оң бір теріс болып тоқи бересіздер. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді оны узор бойынша тоқи береміз. Бір оң бір теріс. Бұл өзгеріссіз осылай тоқылай береді. Енді біз қазір кардиганның біз теріс бетіндеміз. Қазір біз оң бетіне айланамыз. Міне, біттік. Енді бағыра айланамыз. Біз қайтадан мына жерге келіп тоқтадық, айланып. Енді қараңыздар. Енді біз уже расток тоқимыз. Расток тоқу үшін біз қайтадан мына екі регланның екі жақ шетіне қосып, мынадан екі петля қосамыз. Мына регланға келгенде екі жағына қосамыз. И мына регланға келгенде екі жағын қосып, бізде міне қолда 9 петлямыз бар. Еще мына жерде қосылған петлямыз бар. Мына жақтан қосылған петля бар. Қазір бізде мына қолда 9 емес, 10-11 петля. 11 петляның біз осылай айланып, мына жерден 5 петля тоқиық. Так, мына қосылған петляны санамаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петля. Енді мынаумен қоссақ 6 петля. Осы жерге кеп тоқтайық. Бұл точка 1 дейміз. Біз регланда ылғи осылай есептейміз. Бірінші кардиганда да осылай есептелінген. Бұл точка 1. Осы жерге келеміз. Ары қарай, былай қарай қайтамыз да. Мына жерге қолға келгенде тоже. Бір. Мына жерде регланның бір петлясы бар, уже қосылған. Значит, 6 петля түсек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но точка 2 дик. Ары қарай қайтадан қайтамыз. Мына жерден уже тағы да 4 петля түсеміз. 1, 2, 3, 4. Бізде уже қол бітті мына жерде. Көрдіңіздер ме? Өзі қолда 9 петля болған. Оның 4 петлясын тағы да түссек, мына жердегі регланның бір петлясы ғана қалады. Ну ладно, қала берсін. Значит, біз мына жерге келеміз. Бұл точка 3. И қайтадан қайтамыз. Қайтамыз. И тоже мына жерден 1, 2, 3, 4. Тағы да 4 петля түсеміз. Бұл точка
төртінші дик. Қайтадан қайтамыз, айналып қайта қайтамыз да жерден қолдың 9 петлясынан бітіреміз. И давайте мына регланнан өтіп бір петляға тағы да іліп алайық. Бұл жерде болады бізде 5-ші точка. И қайтадан айналып мына жерде 2 регланнан өтеміз де бұл 6-ші точкаға келеміз. Осымен осылай регланымызды бітірейік. Ол үшін бірінші мына жерден бастап тоқып, мына точка 1-ге дейін келейік. Значит, мына жерге келеміз. Ол үшін бірінші манжет тоқып алайық. 15-ін, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8. Он бес. Біздің манжеттің белгісі. Енді қараңыздар, мына жерде біз мына жерден көбейткенбіз. Значит, мен мына жерде теріс болып тұр. Теріс тоқимын. Уже мынау реглан. Значит, мен регланның алдында көбейтемін бір петляға. Теріс, реглан, теріс, көбейтемін. И узор бойынша тоқи берем. Оң, теріс, оң, теріс. Узор бойынша тоқи берем арқарай. Так, міне, ой, реглан болып кетті. Так, міне регланға келдік. Значит, мен бұл жерде бір регланның екі жақ шетіне көбейтемін. Теріс, 2 реглан, теріс, көбейттім. Так, міне регланға келдік. Біз мына регланға келдік. Регланның алдында көбейтеміз. 2 реглан, теріс, 2 регланның көбейтеміз. Енді қараңыздар, мына жерде бізде алдыңғы регланмен бір көбейген петлямыз. И сонда бізде реглан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлямыз тұр. Потому что бұл 9 емес, 11, өткен екі жағынан 2 накидпен көбейіп тұр. Енді біз 6 петля төмен түсеміз дедік. Так, узор бойынша, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жеңнің қолдан 6 петля төмен түстік. Енді бұлай қарай жібімізді айландырып алайық.
Чтоб мына жерде үлкен тесік қалмас үшін. Уже кері қайтамыз. Кері қайтқанда біз узор бойынша қайтамыз. Так, значит, мына жерде теріс. Узор бойынша теріс оң қылып аламын. Накидтарымды тоже узор бойынша тоқимыз. Мына накид, значит, бұл теріс болады. Регланның өзі оң болады. Так, узор бойынша оң, теріс. Мен узорға көп тоқталмаймын, өйткені узор қалай тоқылатыны менде отдельный бөлек мастер-класс бар, я сол жерден қарап аласыздар. Ол ешқандай қиын ештемесі жоқ. Узордың өзі. Оң бойынша қараймыз. 3 оң болған кезде 4-шісін теріс тоқимыз. Ұқпай жатсаңыздар, менің каналымдағы именно осы узорға бөлек мастер-класс түсірілген. Содан қарасаңыздар, уже сразу түсінесіздер мен қалай тоқып отырғанымды. Міне, регланға келдік. Біз уже мына регланға келдік. Енді біз тағы да 6 петля түсуіміз керек. Бірінші регланымызды тоқып алайық. Енді 6 петля төмен түсеміз. Так. Мына уже еще 6-ымыз 7 өседі. Мына уже алдыңғы реглан көрдіңіз бе? Жәнегі біз жүрген 7 петля түседі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7. Енді мынаны біз айландырамыз, я? Бүйтіп айландырып алуымыз керек. Міне 7 петля мына жерден түстік. Негізі 6 петля түсу керек болғанбыз, бірақ ол 2 накид қосылып кетті. 5 петля деп айтылды ғой басында. Бұның 7 петля болғаны 2 накид уже қосылды. Сонымен бізде 7 петля түстік. Түсініп отырсыздар ма? Енді ары қарай узор бойынша тоқимыз. Енді ары қарай регландарда екі жағына накид қосуды ұмытпаңыздар. Бұлай айланып мына жерге келеміз. Бұл жерде қолдың 9 петлясы ғой басталған. 1 петля ғана қалтырасыздар да, қалғанын полностью тоқисыздар. Неше петля болса да полностью тоқыңыздар. Мына жерден 9 петляның 1 петлясы ғана қалсын. Қазір айналып жетейік, қас түсіндірім. Так, реглан. Реглан. Енді қараңыздар, біз мына жерге келдік. Енді мына жерді санамай қойық. Негізі мына жерден көрінеді, бүйтіп қарасаңыздар, міне. Жәнегі айланған жеріміз көрініп тұр. Міне бүйтіп қарасаңыздар. Енді мынау, мысалы мынау біздің келесі регланымыз, мына регланымыз, мына жіпте тұрғанымыз. И мына бір регланнан кейінгі 1 петляны ғана қалтырайықта,
Қалған бәрін тоқып шығыңыздар. Негізінен көрінеді өзі тоқылғаны, айналғанымыз. Так, оң, теріс. Узор бойынша тоқи береміз ары қарай. Оң. Міне, бір петля ғана қалды, а мына петля уже регландікі. Бір петлядан бүйтіп айландырып алайық. Кері қайтамыз сонда. Тоқымай жай айландырып алдық. Кері қайтамыз. Енді жәнегі қосып алған регландардың бәрін узор бойынша тоқисыздар. Келесі мына регланға дейін тоқыңыздар. Тағы да ары қарай не істейтін көрсетемін. Міне біз қыздар мына регланға жеттік. Ол регланымыз міне біздің міне тұр. Екі реглан, ортасына жібіміз и бір петля жеткізбей тоқимыз дедім. Міне бір петлямыз тұр. Ол петлямыз алдыңғы накидіміз біздің. Енді бұны тоқымай осылай іліп аламыз накидті. Енді ары қарай қайтадан аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді уже мына жерде накидтің екі жағына екі петля қосып, до конца мына жерді бірақ міне мына 15 накидтің бәріне дейін тоқып шығамыз. 4 регланға екі жағынан накид қосамыз и мына 15 манжетті тоже тоқимыз аяғына дейін. И қайтадан қайтып мына 15 манжетті тоже аяқтап осы жерге дейін тоқыңыздар. Мына жерде айналған кезде қараңыздар, бізде уже 3 оң болып тұр, е. Ал мына жақ узорға қарасақ, бізде екі оң ғана. Значит, бізде оң болу керек, е. А бізде мына жерде уже 3 оң болып тұр. Енді сіздерде де солай шығуы мүмкін. Оны қорықпаңыздар. Тоқымада ешқандай заңдылығы жоқ, е, ашайын осылай істе деген. Енді қарайсыздар, міне бізде мына жерде екі оң ғана болып тұр. Значит, ол әлі оң болады, үшінші оң болады. Оң, теріс, мына оң болу керек, мына теріс, мына оң болу керек. Егер біз мынаны қазір тағы да оң қылсақ, 4 оң болып кетеді. Уже узорымыз бұзылады. Онда не істейміз? Біз мына үшінші оңнан алмаймыз. Біз міне бүйтіп астындағы міне ортасы, екінші оңды ала саламыз. Оңнан бүйтіп оң ала саласыздар. Міне. Тоқыма барысында ол вообще білінбей қалады узор салынғаннан кейін. Все, енді қайтадан теріс. Все, ары қарай уже узорымыз жөнделді. Главное, енді сіздер санап алыңыздар. Мына қолда бірдей, қолымызда бірдей петля болу керек. И мына жақ қолда, екі жақ қолдағы петля, главное сол, екі жақ қолдағы петлямыз бірдей болу керек, саны. Міне қыздар, айналып мына жерге келдім. Мына планкамды 15 петлямды тоқыдым. Енді ары қарай месіге енді қараңыздар, мына жерде біз қазіргі мына тұрғанымыз міне растокпен сәл арқа жағы көтерілді, расток арқылы. Енді мына растогымызды бітірдік. Енді бізде алдымызда планкамыз былай түсу керек. Мына 15 петля планкамыз былай түсу керек, манжет дейміз, планка дейміз ба, осылай алдыға түсу керек, кардиганымыз. Мына жерден біздер осылай тағы да петля қосуымыз керек. Ол петляларды қалай қосамыз?
15 петля, мына планкада тұрған 15 петлямызды қайтадан тоқып аламыз. Қазір 15 петлямызды тоқып алайық. 15 петлямызды тоқып алдық. Ол осылай бір оң бір теріс болып, аяғына дейін өзгеріссіз осылай тоқыла береді. Енді қараңыздар, мына жақта бізде 3 петля тұр, иә? Енді мына алдына да петля арқылы осылай түсіреміз, иә? Кардиганымыздың алдын. Ол үшін енді планкадан кейін кардиганның оң жағында бір петля осылай қосып отырамыз. Ары қарай міне узор бойынша тоқылады. Так, бізде узор бойынша бір оң, бір теріс. Мына жерде уже біз регланға келдік. Регланда обязательно алдына петля қосамыз. Кардиганның оң жағында регланымыз теріс тоқылады. Тағы да петля қосамыз. Енді уже міне жеңге келдік. Жеңімізді тоже узор бойынша тоқи береміз. Енді қараңыздар, мынаның аяғына дейін тоқисыздар. Мына 15 петля планкаға келгенде, планка басталмай тұрып, мына жерден тағы да бір петля қосып аласыздар. Түсінікті деп ойлаймын. 15 петлямыз тоқып аламыз да, қайтадан қайтамыз. Енді осылай. Значит, біз қараңыздар, біз енді петляны мына 15 петлядан кейін, планкадан кейін де обязательно қосамыз. 4 регланға да екі жағынан тоже қосамыз. Аяғы біткен кезде 15 петля планкаға келген кезде мына жерден тағы да бір накид қосамыз. Тағы бір накид. И қайтқан кезде қосылған накидтарымызды узор бойынша тоқи береміз. Осылай біз кардиганымыз өзімізге керегінше, өзі тоқи бастаған кезде сіздерге уже бүйткенде бұлай уже кардиганның алды шыға бастайды. Мына регланымыз бізге қаншалықты керек, қолтығымызға дейін қанша сантиметр керек, соғанға дейін кардиганның оң жағында накид арқылы қосып, теріс жағында узор бойынша қоспай, узор бойынша тоқып алып кетіп отырсаңыздар, реглан арқылы кардигандарың шығады. Неше сантиметр реглан керек, сонша тоқыңыздар.